Кеш жарық қадірмен телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасында әдеттегідей қылмыс пен жаза хабарының кезекті саны. Бүгінгі хабарымызда заңға қатысты бірнеше мәселелерді тыңдап көре аласыздар. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті көші-қон полиция басқармасы жанындағы заңсыз көші-қонмен күрес арнайы жеке ротасының қызметкерлерімен 9-шы шағын ауданда орналасқан МОП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесіне тексеру жүргізді. 26 шілде күні жүргізілген осы тексеру барысында Түркия мемлекетінің 6 азаматы заңсыз жұмыс жасап жатқаны анықталған. Сол азаматтар қарсы әкімшілік кодексінің 394 бабының 2 бөлімімен әкімшілік хаттамалар толтырылып, Ақтау қаласының арнаулы сотына жолданған. Осы материалдар бойынша сот шешімімен Қазақстан Республикасының аймағынан шығу туралы шешім қабылданған. Осы азаматтар қазір арнайы әкімшілік қамауға алынған адамдар арнайы қабылдайтын орынға орналастырылған. Алдағы уақытта осы азаматтар шетелден Қазақстан Республикасына шығаруға шаралар қолданып жатыр. Кеше сотқа алып барып, соттан шешіммен уже әкімшілік қамауға алынып жатыр. Қазақстан Республикасының аймағынан шығару туралы шешім қабылданған соттың несімен. Жалпы бұл мекеменің несіне жауапты ма? Қалай сонда заңсыз несіне пропискасыз жұмыс жасап жатыр? Жоқ, бұлардың пропискалары бар. Визамен келген ғой. Жеке сапармен келіп, жұмыс жасауға болмайды шетел азаматтарына. Жеке сапармен келіп, арнайы органдардың рұқсатынсыз жұмыс жасап жүрген. Сол үшін осы әкімшілік шара тартылып отыр. Мекемелерінің осы шетел азаматтарын шақырған мекемеге қарсы осы алдағы уақытта решение қабылданып, әлі тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр осы фактілер бойынша. Қазақстан Республикасының заңы бойынша елімізге шет мемлекеттерден келген азаматтар 5 күн ішінде көші-қон полиция басқармасында тіркелуі керек. Егер де сол мерзімді уақытта тіркелмесе, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 394 бабы 1 бөлімі бойынша 9710-нан 19420 теңгеге дейін айыппұл төлейді. Келіп отқан шетел азаматтар көп қой. Ближний зарубеж, дальний зарубеж, алыс жақын шетел азаматтар Өзбекстаннан, Түркменстаннан келіп отыр. Түркиядан келіп отыр, Қытайдан келіп отыр. Бәрі де Қазақстан Республикасына келу болу ережесін бұзған үшін тиісті жазаларын алып отыр. Бұзбағандар былай регистрацияның нормально жүр. Ал Түркия мемлекетінен табыс табу мақсатында келген 6 азамат жақын күндері еліне қайтарылады. Тәртіп сақшыларының айтуынша соңғы уақытта мұндай фактілер саны көбейген. Статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері бір ғана Түркия мемлекетінен заңсыз келген 12 азамат Қазақстан территориясынан шығарылған. Бұл азаматтар әрине елімізге заңсыз келгенмен Қазақстан Республикасының көші-қон туралы заңдарынан мүлдем хабарсыз. Ал жалпы алғанда тұрғындарымыз өз құқықтары туралы қаншалықты сауатты. Бұл туралы біз адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі жұмыс жүргізіп отырған заңгерлермен сұхбаттасқан едік. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросы 1993 жылы Алматы қаласында құрылған. 2002 жылдың қараша айынан бастап Маңғыстау облысында өз өкілі ретінде Олег Воропаевты тағайындады. Ол әділет департаментінде 2003 жылдың сәуір айында мемлекеттік емес қоғамдық ұйым ретінде тіркелген. Ұйымның негізгі міндеті адам құқығының бұзылуы жөніндегі ақпараттарды жинап, оған халықаралық деңгейдегі адам құқығының стандарттары арқылы баға беру. Ал қоғамдық ұйымға тұрғындар көбіне қандай шағыммен келеді? Көбіне көп, мысалы, аналар өзінің балдарының, мысалы, кәмелетке толмаған балдардың көшеден ұстап алып кетіп жатқанын, мысалы, участковый дейді ғой, қазір полициялар, сондай жағдайлар кездеседі. Және де екі азаматтың бір-біріне жаңағы ақша, я болмаса мүлік жағдайларындағы, сондай бір жағдайлармен келеді, бірақ біздер ондай сұрақтарға тек ары қарай қандай шешімдерін болатынын түсіндіріп көрсетіп жібереміз. Оралмандар көбіне өзінің мысалы құқықтарын білмейді. Өзінің құқықтарын білмегенде, мысалы, олар заң актілерін, сосын мысалы осы Қазақстанға келгенде қай жерге қандай сұрақпен баруға болатынын, былай қарағанда шешімі табылатын, бірақ та оңай сұрақтардың өзіне қиналып жатады. Сол кездерде көмектесіп, я болмаса мысалы миграционный полиция, сосын 27-дегі сол жерлерге өздерін барып өтініштерін қабылдамай отырады. Сол кезде біздер өзіміз бірге барып,
сол жұмыстарды ары қарай қадағалауымызға мүмкіншілігіміз бар. Кейбір азаматтар заңды біле бермейді. Біздің міндетіміз әрбір адамның өз құқығын өзі қорғауына заңды кеңес беру. Бұл жолда біз ақысыз кеңес беріп, олардың құқығы мен міндеттерін түсіндіріп, келеңсіз жағдайдан шығу жолындағы әрбір іс әрекетін дұрыс бұрыстығын айтып отырамыз, дейді Марала Жиханова. Заңдылықтардың орындалысын қадағалаушы бірден бір орган облыстық прокуратураның мәліметі бойынша қылмыс саны өткен жылмен салыстырғанда 0,13%-ға төмендеген. Ауыр және аса ауыр қылмыс 13,9%-ға азайған. Ал қылмыстың кейбір түрлері, мысалы әйел зорлау, ұрлық, бұзақылық өскен. Әсіресе жасөспірімдер қылмысы Ақтау, Жаңаөзен және Қарағай аудандарында көп. Статистикаға сүйенсек, өткен 6 айда 95 адамға қатысты 105 қылмыс тіркелген. Негізі жасөспірім арасында қылмыстың негізгі бөлігі бұл дейтін адам меншікке қарсы қылмыстар. Меншікке қарсы қылмыстар. Сосын қоғамдық неге тәртіпке қарсы қылмыстар. Меншікке қарсы қылмыстар бұл ұрлық, адам тонау. Адам тонау болғанда қазіргі кезде негізгі орын алып отқан мәнже адам тонау дейтін қазір мына халықтың көбінің несіне өзінен болды, ұялы телефондар дейді, сотовый телефондар. Түнгі мезгілдерде осыларды қолынан суырып алып қашу, тартып алып кету. Мысалы, түнгі істейтін дүңгіршіктерге барып, солардан тартып алып кету сияқты сондай оқиғалар бар. Сосын бұзақылық. Көбіне мына түнгі мезгілдерде түнімен түнгі 1-ге, 2-ге дейін, таңғы 5-ге дейін істейтін мына мейрамханалар нелер бар. Соның айналасында болады көбіне. Сөзіміз дәлелді болу үшін нақты факт келтірелік. Қоғамдық орындарда болған қылмыс саны 3,6%-ға, оның ішінде Жаңаөзенде 4,9%, Қарағай ауданында 2,8%-ға өскен. Сондықтан да облыстық прокуратурада өткен 6 айлық қорытынды жиында қылмыстың ашылуы мен заңдылықтардың қадағалануы сөз болды. Өткенде осы бірінші 90-ның қорытындысы бойынша осы жасөспірімдерге қатысты қылмыспен күрес жөнінде осы облыс прокурорының үйлестіру кеңесі болды. Осы үйлестіру кеңесінің қорытындысы бойынша нақты Қала тұрғындарының назарына Ақтау қалалық ішкі істер басқармасы криминалдық полиция бөлімі 1987 жылы Түркменстан Республикасы Ташауыз облысында туған Қайнар колледжінің 2-ші курс студенті Қылышбаева Гүлмира Мұхатқызына іздеу салады. Бойы 165-170 см, орта денелі, шашы қара, қой көзді. Соңғы тұрған мекенжайы Синтез саяжайы, Весенняя көшесі, 48-ші үй. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 178-ші бабы 2-ші бөлімі бойынша қылмыс жасады деген күдікпен 1975 жылы туған Маңғыстау облысы Қызан елді мекенінің тұрғыны Жаңбырбаев Мәлік Батырбайұлына іздеу салады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 257-ші бабы 1-ші бөлімі бойынша қылмыс жасады деген күдікпен 1971 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туылған Рүстемов Құрманбай Ахметұлына іздеу салады. Құрметті телекөрермендер, егер де сіздер жол көлік оқиғасына куә болсаңыздар, немесе оқыс оқиғаларына кездесіп, іздеуде жүрген азаматтарды көрген болсаңыздар, 24-ші шағын аудан Қазақстан Ақтау телеарнасы немесе 51-15-38 телефонына хабарласуыңызды сұраймыз. Осымен қылмыспен жаза хабарының кезекті саны аяқталды. Эфирде жүздескенше.